Ыбырай Алтынсарин байлық. Бұрынғы өткен заманда бір дана кісі өлерінің алдында жалғыз қалып бара жатқан баласына: «Шырағым, жер астына көмген көп қазынам бар, соны қазып алсаң, қарның аш болмас, киімсіз болмассың» депті. Әкесі өлгеннен соң жетім баласы үйдің айналасындағы жерді ертеңді кеш еңбек етіп қазады. Көп машақаттанады, бірақ әкесі айтқан қазынаны таба алмайды. Басы дал болып, шаршап, шалдығып, ақырында бір көп жасап көпті көрген данышпан қарияға келеді. Әкесінің үгіт насихатын баяндайды. Енді не қылсам екен дейді. «Балам, сен әкеңнің өсиетін түсінбеген екенсің. Оның мәнісі былай: әкең саған мирасқа жер қалдырыпты. Сол жерді күшің жеткенше күтіп, егін егіп, көктемде тұқым шашып, еңбек етсең, уақытыңда өнімін төкпей шашпай жиып алсаң, сонда сен байлықтың астында қаласың, ашта, жалаңашта болмайсың. Байлық жерде, еңбекте» депті. Сонда бала басын қасып, әкесінің өзіне айтқан өсиетін енді ғана түсініп, оны орындауға кіріскен екен. Байлық жерде емес, еңбекте.